қалай дұға қыламыз және де қай кезде дұға қыламыз, дұғамыз қай кезде қабыл болады, соны білгілеріңіз келсе осы видеоны толық до конца көріп шығыңыздар. Дұғаны біз любое время қыла береміз да. Просто дұғаны қылатын кезінде дұғаның өзінің шарттары бар да. Ең бірінші әуелі Аллахымызды жайып аламыз, обязательно. Аллаға мақтау айтамыз. Алланың 99 көркем есімін білсеңіз, ішіндегі сүйікті есімдерін бәрін айта беріңіз. 10 айтасыз ба, 20 айтасыз ба, Аль-Малик, бүкіл биліктің иесі Аллах. Ар-Рахман өте мейірімді, Ар-Рахим өте мейірімі шексіз. Аллах, жалғыз Алла, единый Бог дейді. Аль-Латиф өте жұмсақ, Аль-Адл, справедливый дейді. Алланың көркем есімдерін айтып барып, яғни Алланы ұлықтап барып, содан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху салауат айтамыз. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад, немесе Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Аллах Тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сенің игілігің мен сәлемің берекетің болсын деген мағынаны білдіреді. Мағынасын айтып жатырмын. Обязательно мағыналарына мән беріңіздер. Аллахыңызды жайып тұрсыз. Сөйтесіз да одан кейін қалай, қай тілде дұға қыласыз өзіңіз білесіз. Әр адам, әр ұлт өзінің дұғасын өзінің тілінде айта береді. Аллах Тағала маған мынаны бер. Бізде өзі шариғат айтады, үйдегі тұз таусылды ма, тұзға дейін сұра дейді. Ухачистка, зубачисткаға дейін сұрайсыз. Қалай сұрағыңыз келеді, өзіңіз сұрайсыз. Қияметті сұрайсыз, үйіңізді, бала-шағаңызды, денсаулығыңызды, дүние, ақырет, Құран, иман бәрін сұраңыздар. Және де осы өмірде өткен альхамдулилля мұсылмандарға жәннат, маған да жәннат берші, ата-анамның өмір жасын ұзақ қыл, дендері сау болсын, бәріміздің ең соңғы сөзіміз калима болсын деп та. Бәрін дұға қылып болдыңыз ба? Сөйтесіз да қайтадан Аллаға мақтау айтамыз. Аллахымыз әлі тұр. Екі алақанымыз бізде бұлай болып тұру керек. Екі алақанымыз біздің осылайынан жабық болып тұру керек. Бұлай емес, арасы жабық болып тұру керек. Біз дұға қылып жатырмыз. Сөйтеміз да, дұғамыздың бәрін айтып болдық. Әуелі Аллаға мақтау, одан кейін пайғамбарға салауат айтып барып дұға қылдық па? Одан кейін барып қайтадан Аллаға мақтау айтамыз. Зікір, Аллах Тағалаға ла илаха иллаллахул вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир. Зікірлердің ең төресі, мағынасы. Нету Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нету сотоварища. Ему принадлежит вся власть, ему хвала, и он все может. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи лазим. Алланың 99 көркем есімдерін айтып барып, одан кейін салауат айтамыз. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад деп, содан кейін барып бетімізді сипалап тұрып ішімізді аумин дейміз. Дәл осылай шын жүрекпен дұға қылатын болсаңыз, қылған дұғаларыңыздың бәрі міндетті түрде қабыл болады.